Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmetli bауырлар. Allah Taala жасап атқан құлшылық ибадаттарыңыз қабыл етсін. Бүгінде бір маңызды тақырыпты қозғап өткім келеді. Бүгінгі тақырыпты айтпай тұрып, ертеңгі тақырыпты айтып алайыншы деп қойды, дайындық болсын деп. Өйткені бүгін сол ертеңгі тақырыпқа дайындық қой негізі. Ертең сол кінә туралы айтқым келіп жатыр. Ертең адам өзінің кінәлі сезіну, немесе күнәлі сезіну ма, бұл екеуінің айырмасы бар ма деген сияқты түсініктер. Оның арасында жаңағыдегі әуәб, Аллаға қайтушы, тәуәб, көп тәубе қылушы деген сипаттарды қосып айтып кетерміз иншалла. Бүгін мүмкіншіліктер жайлы сөйлегім келеді. Мүмкіншіліктер. Бұл мағынасы осылай болғанменен, осы өмірде жалпы мүмкіншіліктерді қалай қолдануымыз керек шариғат бойынша. Бізден әуелгілер қалай қолданған деген сияқты нүктелер. Өйткені, мынандай бір дүние бар. Сіз мысалы бір жұмысқа кірдіңіз. Не үшін жұмысқа кіресіз? Ақша табу үшін. Жақсы. Ақшаны не істейсіз? Жалпы ақша не үшін керек? Өмір сүру үшін? Қажеттілік? Тағы да? Негізі бар ғой? Сол қажеттілік дегенге де ұқсайды негізі. Одан да бір әдемірақ сөз бар, қазіргі кезде андай тренд, мода болған сөз, ол финансовый безопасность деп айтады ғой андай. Қаржылай қауіпсіздік. Қаржылай қауіпсіздік. Ақша мен тапқым келетіні, жұмыс жасағым келетіні, қаржылай қауіпсіздік болғым келеді. Қандай? Яғни мен қалаған киімімді алып қалатын кезімде қиналмай киім алсам, тамағымды алсам, баратын жермен бара алсам, кішкентай еркіндік деп айтамыз. Бұның барлығын қарасаңыз, түбі мүмкіндіктер іздейміз біз. Сол мүмкіндікке жеткізетін себептің біреуі ақша. Мүмкіндіктер ғана іздейміз. Ақша не үшін керек сізге? Сол мүмкіндік ашып беру үшін. Сіздің қалауыңызға мүмкіндік ашып береді. Дұрыс па? Киім аласыз. Не дейді, қалаған жеріңізге барасыз, тәтті тағам жейсіз, дегендей көңіл көтересіз, жүресіз, тұрасыз. Бұның бәріне мүмкіндікті әуелі Алла береді ғой, бірақ соған себепкер дүние ол ақша. Дәл сол сияқты бір адам жұмысқа барғанда да карьера қуады. Ары қарай жоғары шығып, мансап қуады. Не үшін? Оның ішінде көп адам ойлайды. Солардың біреуі, себептердің біреуі, ең негізгі себептердің біреуі, ол адамға өзіне внимание дейді ғой, көңіл аудартқысы келу үшін. Біреуге сондай бір көңіл аудартқысы келгеннен кейін өзі атаққа құмарлық пайда болады. Жұрт мені айтса екен, суретке түсірсе екен, шіркін-ай пәленше екен десе, қол қойғызып алса екен бір нәрселерге, автограф, жаңағыдегі не дейді, жұлдыз ауру, былай айтқанда, керемет нәрсе деп ойлайды. Бірақ оның барлығы не қыласын жұлдыз болғанда? Жұрт дұрыс көңіл бөлді, не қылды десе, сол көңіл бөлуге алып баратын мүмкіндік қайтадан. Дәл сол сияқты атақ мансап кейде бір адамға сонда мүмкіндік қана жаратып береді. Дүниедегі сіздің, біздің іздеп атқан барлық нәрсемізді ойлаңызшы енді. Негізі ақша менен карьера мансапты айтып қойдық, сонымен бітіп қалады өзі көп адамның іздейтіні ше. Бірақ іздеген нәрсенің көпшілігінде артында біз мүмкіндік іздейміз. Сол мүмкіндік жайлы айтқым келеді. Құрметті бауырлар, Алла Тағала бізге де мүмкіндік жаратады екен. Мысалы, сол мүмкіндіктер туралы бүгін жұманың кеші, дұрыс па? Жұманың кешінде қай сүрені көп оқуымыз керек? Кахф сүресін, бәрекелді. Кахф сүресінде Зүл-Қарнайн деген екі мүйізді деген кісі туралы риуаят келеді. Сонда айтады, фәәтбәә сәбәбә деген сөз бірнеше рет қайталанады. Бірақ тәпсіршілердің көпшілігі бұны
сәбәбун әтбаа дегені ерді, жүрді, жалғастырды деп айтады да, сәбәба дегенді ана сөзбенен тура келгендігі үшін тариқ, жол деп айта салады. Көп тәпсіршілер осы жерден қайта салады. Ары қарай жүре берді деп айтады. Қалай жүрді десе, жел кезіп, ер кезіп жүрді деп айтыла салады. Мағына солай бітті деп ойлайды. Бірақ тағы да ары қарай сол тәпсірдің ішін ақтарып қарасаңыз, көркем бір тәпсірлердің ішінде әтбаа сәбәба деген басқа мағынамен келеді. Сәбәп себеп. Себептер дегені бұл мүмкіндіктер емес па? Себептер. Ендеше барлық істің себебін ары қарай жүргізді деп айтылады. Соны кейбір аудармашыларымыз, тәпсіршілеріміз негізі Зүлқарнайн Алла тағала ол кісіге орасан мықты мүмкіншілік берген азаматтардың бірі. Өткен ел аралайтын, бір жерге барып, олар дін ұстауын бақылайтын. Егер дұрыс дін ұстаса, соларға жақсылықты жаудырып тастайды. Дін ұстамаса, оларды азаптайтын. Одан кейін Алла тағала сен өзің азапта деп айтатын. Құранда дәл осылай келеді. Тағы да мүмкіндіктердің егесі болған атақты пайғамбар бар. Кім? Сүлеймен пайғамбар. Ерекше мүмкіндіктердің егесі. Ол кісіде тіпті қанаты бар аттар болған дейді. Ол кісі желге қожайындық қылған дейді. Жын менен адамдардың барлығына патшалық құрған дейді. Құстардың, тіпті жан-жануарлардың тілін білген дейді. Не деген мүмкіндіктер бұлар, тіл білудің өзі үлкен мүмкіндік қой. Бірнеше тіл білу, тіпті құстардың тілін білу деген сұмдық мүмкіндіктер ашады адамға. Мысалы, сол мүмкіндікті көтере алмайтында жағдай болады. Бір исраилият хабарда келеді, біреу Сүлейменге келіп айтады, уа Сүлеймен, маған, енді бір арасында бір қыссада айтып қояйық та, келіп айтады ғой, уа Сүлеймен, маған тіл үйретші дейді ғой, жануарларын. Сөйтсе айтады, саған артықтық қылады, керек жоқ дейді. Сөйтсе айтады, қоймайды ғой, енді анау өтініш, не сонда қызғанасың ба, сен Алла берген нәрсеңді біреуге қызғану деген қандай сондай имандылықтан ба бұл деп, енді неше түрлі сөздер келтіргесін мақұл дейді. Жарайды, үйретемін. Сөйтіп, оған жануарлардың тілін үйреткен екен. Сөйтсе, әлгі кісі кішкентай үйреніп алып, үйіне келеді ғой. Үйіне келеді да, естігісі келіп жүр ғой, қорасына кіріп, былай, не дейді екен деп сөйлесіп жүріп, енді тыңдап жүріп, байқаса, өзінің иті шығып көршінің итімен сөйлесіп тұр дейді да, сөйтіп айтады дейді. Көршінің итіне, досым, маған ана майлы сүйегіңнен берсей кішкентай, ертең осы жақын арада егем өледі. Егем өлгеннен кейін ана жерде әдемі ат сойылады. Сол аттан сүйек маған түседі ғой, берем, бөлсем деп атыр дейді. Мысалы, содан анау егесі ғой өзі, қорқып кетті. Сөйтті де ат сойып тастапты. Сөйтсе, жаңағыдегі былай болған айтқанда, бірінші, ертең мынау бір ат, үйде тұрған ат дейді, арам өледі дейді ғой айтқандай. Соны бәрібір тастайды дейді да, мен саған бөлсем дейді. Оның егесі естіп қояды да, атты базар апарып сатып береді ғой, пысқай ғой. Сөйтеді да, енді анау ертеңіне тағы тыңдаса, анау ренжіп жатыр, ана көрші ит. Сен айтып едің ғой десе, егем сатып беретін қайықтан білдім мен. Ішінен етпейді, сиыр өледі деп жатыр дейді. Енді сиыр өледі, үйдегі сиыр өледі. Сөйтсе ол егесі пысық екен, ол сиыр сатып жіберді. Ертеңіне тағы тыңдаса, анау тағы ренжіп жатыр дейді. Айттың ғой сен десе, жоқ, енді бұл жолы, бұл енді бір білмеймін ғой, қайдан біліп қойып жатқанын бұны. Бірақ енді сол бір бәле келе жатыр ғой. Сол ақыры сол үйіне сол егеме келе жатқан бәле атқа келмекші еді, атты сатып жіберді. Сиырға келмекші еді, сиыр сатып, енді өзіне келеді, өзі анық өледі деп айтады дейді. Одан кейін ана малды сояды, той болады, жейміз деп айтады дейді. Соны бейшара жылаған күй Сүлейменге барады. О, Сүлеймен, мен мынандайды естіп қойдым, осындай қылдым, енді не істеймін дегенде айтады ғой, мен саған айттым ғой. Дейді. Ол саған керек емес еді дейді, оны білудің. Саған керек емес еді оны білудің. Бұл енді әзіл әңгіме болғанмен, мен айтпақ болған нәрсем, кейбір адамдар басындағы мүмкіндігін дұрыс пайдаланбайды, көрмейді. Тіпті мынандай притча бар, сөз бар. Баяғыда бір үлкен бір қаланың кітапханасы жанып кетіпті. Соны сөндірем деп жүгіріп жүріп бір кісі кітапханаға барам деп. Кітапханадан бір
көне бір қағаз тауып алады ғой. Сөйтіп ашып қараса, ана жерде секрет жазылған ғой, бір керемет құпия. 100 жылда бір рет дейді, теңіздің жағасынан бір жұлдыз түседі екен суға да, соны жұлдызды теңіз лақтырып жібереді екен. Соны ұстаған адам, ұстап, жаңа өзінің тілегін айтқан адам тілегі тоқтаусыз қабыл болады екен ғой. Ананы оқиды да, сөйтеді да, күніге жұмысқа бара жатқанда да, қайтып атқанда да, ана теңіздегі тастардың бәрін ұстап, суға лақтырып кететін болады, ше. Жылдар өтеді. Күндердің күні дәл сол жұлдыз түседі. Су оны лақтырып жібереді. Әлгі кісі не істейді деп ойлайсыз? Күніге тасты ұстап, лақтыра берген әдетіне салып, жұлдызды да ұстап, суға лақтырып жіберген екен. Әдет қой өткен, ұстайды, лақтырады, ана ұстап, лақтырып жіберіп, деген екен да, жаңалдегі. Дәл сол сияқты, құрметті бауырлар, мүмкіндік деген нәрсе бір қызық дүние. Адам соны іздейді. Ал бірақ кейде сол жаныңыздан өтіп кетіп қалады. Кейбір мүмкіндіктер бар. Алла тағала сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да алып келеді. Мысалы, Наджаши деген кісінің басындағы мүмкіндік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып береді. Сендер діндеріңді сақтап баратын болсаңдар, Эфиопияға көшіңдер дейді. Қатты қиыншылық көргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сояға көшкен кезде дейді, сендер Алланың әміріменен сондай жұмсақ патшаға жолығасыңдар дейді ғой. Расында да мұсылмандар жұмсақ патшаға жолығып, соның мейірімін көреді. Ол жұмсақтығы қалай екенін айтып береді ғой қызығы. Артынан мынау Меккеден мүшриктер артынан мұсылмандардың іздеп барып айтады, ана мұсылмандардың барлығын бізге қайтарыңдар, бұлар бізден қашқындар, бұлар өзге дін өкілдері, бұлар ондай, бұлар бізге қайтар дегенде, не болды бұлар, не айтты дегенде, сен Иса пайғамбарды жамандайды, ондай жамандайды, мұндай жамандайды деп айтқасын, сұрайды, сөйтсе ондай болып шықпайды. Сонда анау кімдер енді кішкентай бұған айта бастады, біздің сыйластығымыз бар, біз мүмкін халыққа әсер етіп жіберіп, сен патшалықтан түсіп қаларсың дегендей қылып айтады ғой. Сонда әлгі патша орнынан атып тұрып айтады, сендер мені патша қылған жоқсыңдар дейді. Мені Алла патша қылды дейді. Қалай екенін айтып береді. Ол бір сол елдің патшасының баласы екен. Сол жерде патша болып жүрген уақытта ел көтеріледі да, ана патшаны өлтіріп, ашуланғаннан ана баланы алып құлдыққа сатып жібереді ғой. Баланы құл жібереді да, сатып жібереді. Сөйтеді да өздері отырады да, енді ал кім патша болады енді дейді ғой. Мен болам десе, жоқ мен болам, ал қанжарлар шығады біреу уақытта. Сосын бір ақылдысы тоқтатады, ағайын, тоқтай. Патшаны өлтірдің. Бірақ кім патша болатынын келісамайды екенбіз. Біз тоқтайық, ақылды үлкен ақсақалдардан сұрайық дегенде айтады ғой, қаны таза, патша қанды адамды отырғызайық таққа. Өйткені олар сөйтіп тәрбиеленген, қан, ген жұғады, сондай бір маңға, сөзді ойланып сөйлейтін, саясаттың арғы бетін ойлайтын, сондай үлкен адам керек бізге. Бәріміз таласпайтын адам керексе, ол адам менмін, тағы таласады. Сосын тоқтаңдар дейді ғой. Бұрын өлген патша мақұл дейді. Оның баласынан біреуің зиян көрдіңдер ма дейді. Жоқ, баласы сондай әділ, сондай жақсы жігіт еді. Қане ол десе, біз оны сатып жібердік дейді, құлдыққа апарып базарға сатып жібердік дейді. Онда әкеліңдер сол баланы дейді ғой. Сол бала өзі қаны патшадан, өзі әділ сондай, сол болсын десе, кім қарсы десе, бәрі айтады ғой, қарсы емеспіз, сол болсын дейді. Ана талас тоқтасын дейді. Өйткені оны қоймаса қан төгіс болайын деп тұр да. Әркім өзінің тобын алып келіп алған, соғыс болайын деп жатыр. Соған әлгі амал жоқ, арқасынан барса, оны бір кемеге артып жіберген ғой, ары қарай уже құлдармен бірге. Кемеде кетіп бара жатыр. Арқасынан кемеге жетіп алады. Сөйтіп кемені тоқтатып, мынаны бізге бер десе, енді ойлаңыз, өзі саудагер адам. Саудагерге бар, тура мына зат керек десең, не істейді ол? Ол шпагатқа отырады ғой сол жерде бірден. Дұрыс па? Дәл сол сияқты ана кісілер айтады, барады, мына бала бізге керек дейді ғой. Сонымен анау аузынды қалай ашайын деп ойланады ғой енді ше. Деп баға ойланады ғой. Сөйтсе аналар сұмдық ентелеп баратқасын айтады ғой. Мен бұны таразыға салам дейді. Таразыда салмағы қанша болса дейді, сонша алтын бересіңдер дейді ғой. Ойласаңшы.
Аналар айтады ғой, болмайды. Болмайды болса, кемені босат, мен кетем дейді ары қарай. Ондайға сатамайды да ол. Бірақ аналар енді ентелеп тұр. Мынау біліп тұр, саудагер адам, психолог қой бәрі түсінеді ғой, алатын адам біліп тұрғаны, одан басқа орын ала салсай дейді. Мына денесі ірісі бар, ақшылдауы бар, сарылауы бар, неше түрі бар ғой. Немене мына балаға жабысып қалдыңдар? Түрі көп, неше түрі бар ғой дейді ғой. Қандай қол керек десе, жоқ, бізге осы бала керек. Онда салмағын өлшейді, пәлен кило шығады, соның бәрін бересіңдер дейді ғой. Амал жоқ, өздері әшейін өткізіп жіберген, тегін өткізіп жіберген баланы саудалап, кәдімгі ауыр алтын төлеп, құн төлеп, алып келіп патша қылған екен. Мүмкіндік. Алла тағала адамға түрлі мүмкіндіктер береді. Байқайсыз ба? Кейбір мүмкіндіктер сіз қаламасаңыз да береді. Кейбір мүмкіндіктерді Алла тағала сіз қаласаңыз да бермейді. Құрметті жақсылар, ендеше бұның сыры неде? Және біз оны қалай қабылдаймыз? Біріншіден, бұның сыры Алланың тағдырында. Құранда айтады, сендер білмейсіңдер, не жақсы, не жаманын. Сендер жақсы деген нәрсе жаман болуы мүмкін. Сендер жаман деген нәрсе жақсы болуы мүмкін. Сендер білмейсіңдер, Алла білуші дейді. Дұрыс па? Сондай. Өйткені біз ойлаймыз, мына нәрсе шынымен маған керек деп ойлаймыз. Бірақ сол керек па шынымен? Оның артын ойламаймыз. Оның артынан біз кім боламыз дегенді де ойламаймыз. Кейде бір әшейін өзіміздің қалауымызбен кетеміз. Тіпті керек болса, Омар халифа әдемі сөз айтқан екен, Омар халифа. Ер жігітке дейді, қалаған нәрсесін алудың өзі ысырапкершілікке жетерлі болады дейді. Қараңыз, ысырапкершіліктің соншалықты өзі негізі ысырапкерші адам кімнің ағайыны болады? Бәрекелді. Құранда айтылған, ысырапкерші адамдар шайтанның ағайындары деп айтады. Ал сонда ысырап жасаушы адам соншалықты шайтанның амалын жасаушы адам. Омар халифамыз айтады, Алла о кісіден разы болсын. Ер жігітке қалаған нәрсесі, мынаны қалап тұрмын, алдым десе, сол ысырапқа жетеді дейді. Өйткені білесіз ба, керек деген нәрсе бар. Қалап тұрмын деген нәрсе, екеуі екі түрлі да. Адам қалаған нәрсесін алуы мүмкін. Мысалы, Майк Тайсонды алайықшы. Майк Тайсон өмірінде 500 миллион доллардың жобасында одан көбірек болмаса, аз емес ақша тапқан екен бокстан. 500 миллион доллар. Бірақ карьерасын, ол кісі мансабын 30 миллион доллар қарыз болып бітіреді. Қызығы? Неге? Себебі ол кісі ақша жаратуды білмейтін. Бір қымбат дүкенге кіреді екен да, киіп ала береді екен ғой. Анау кісі енді саудагерлер келеді да, мынау жарасты, мынау соңғы мода, мынаны десе ала салады, бірақ өмірі сол сатып алған күйі киілмейді екен кейбіреулері. Не бір қымбат машина мінет, бірақ оны азақ мінет, бар жоқ ше, көп емес. Мысалы, кейбіреулер бар ғой, өткенде де шынымен бір кісінің тыңдан, рас айтқан сөзінде. Мен дейді бір керемет машина аңсап жүрдім, ақша жинап сатып алдым дейді. Сөйтіп мақтанып мінем дейді да енді. Сөйтіп мініп жүріп, ойландым дейді. Сонша бұл осы машинаны сатып алғанда мен не аңсадым, бұның артында не бар деп та, неге рахаттанам мен осы машина мінгенде, неге маған рахат, не үшін мен масаттанам деп ойладым да, сол машинам болмай қалса не болады деп ойладым дейді. Сөйтсем қысылам дейді. Өзіме айтсам ше, машинаң жоқ болса не болады десе, ренжеймін дейді да. Содан ойладым дейді. Неге десем, сөйтсем анау машина сұлу, жұрттар қарағанды жақсы көреді екен ғой. Анау внимание дей ма, жұрттар назар салу керек екен. Сосын ойлаған ғой, маған бұл сонда адамдар назар салу үшін мен затты өзіме құнды деп тұрмын ба? Зат маған сонда анау жұрттың назарына алған мынау зат сонда маған қымбат болып тұр ма? Есептедім де сөйтсем ше, аптасына ше бір-ақ рет па, екі-ақ рет мінем да? 2 күн мінет, бар жоқ ше, аптасына қалған уақытта тұрады ол машина шаңғып.
сапарлап жүреді, ары жүреді, біреу достар алып кетеді, жұмысының анау бастық қой, жұмысының машинасы тасиды. Бірақ анау көлігін аптасына бір-ақ рет, мен сонда аптасына бір рет мінуге мен соған мына пәлен мың доллар жұмсадым ба? Сонда пәлен мың доллар, сонда жұрттың маған о деп қарағанына мен сонда сонша ақша төледім ба? Сатып жібердім дейді. Біраз уақытқа шейін қиналып жүрдім дейді. Жұрттар не ойлайды? Не ойлайды? Сөйтсем жұрттың құрметі дәл сондай дейді маған. Ешқандай өзгерген жоқ. Мәмілесі сондай өзгерген жоқ. Менің ойымда ой дейді, ана машина болса ғана сыйлайды деген. Машинам жоқ, жұрттар сол күйі араласты менімен дейді. Сосын түсіндім дейді. Адамға зат емес, адамилық қымбат. Адамның өзінің қасиеті қымбат деп. Мен оның мысалды айтқым келгені, біз білмейміз. Алла білуші, не жақсы, не жаман. Бірақ Алла тағала бізге ақыл берді. Соған таразыласаңыз көп нәрсені көруге болатын дүние болды. Мүмкіншілікті Алла тағала бізге береді, кейде бермейді. Кейде біз өзіміз іздейміз мүмкіншілікті. Дұрыс па? Бірақ сол жағдайларды мен айтқым келетіні, құрметті жақсылар. Алла тағала сізге берген мүмкіншілік ешқашан жамандық болмайды. Бұл бірінші ереже. Өйткені Алла білуші, біз білмейміз деген Құрандағы ереже бойынша. Алла тағала сізге бір мүмкіндік берді ма? Одан айрылмаңыз. Мысал ретінде айтатыным ауыр мысал шығар. Бұл мысалдың енді бір әсем орнына басқа мысал айтар едім, бірақ аузыма келіп тұрған мысал осы болып тұр. Мен мысалы есімде, сонау 90-шы жылдарда бір болған уақиға. Свет өшіп қала беретін, сондай замандар ғой. Ол кезде қар қатты жауатын. Сол бір жерлерде. Бір кісінің 5 баласы болады ғой, бірінен кейін бірі келіншегіне жақындаса көтере береді екен. Содан қысылған ғой. Енді анау ең соңғысы да кішкентай келіншегін денсаулығы нашар. Соменен дәрігерге барса айтады, дәрігер айтады ғой, бұны тоқтатайық енді дейді ғой. Алып тастайық. Жарайды, енді 5-еуі де жетеді ғой дейді, алып тастайық, мақұл. Қалай алып тастаймыз десе, 5 балаң бар ғой дейді да, мынау әйелің денсаулығы болсын десең, қой енді дейді да. Соменен бұлар келісіп, ана дәрігердің уыма, өздерінің ақмақтығы ма, әйелдің жатырын алып тастамақшы болады ғой. Тумайтын болады да, сонда тыныш жүреміз дейді. Мына 5 бала мынандай жетеді бізге, оны бағып алсақ қой оны. Жетеді деп дәрігермен келіседі, больницаға алып барып тастайды жолдасын. Сөйтіп кеш болып кетеді ғой, документі ана мынау дегенше. Мен ауылға қайтамын да, ауылға бара жатқанда жол жабылады. Содан жол жабылып, қар болады ғой, қыстың күні. Арғы бетке зорға өтеді, таңертең тазалайды. Таңертең өтіп үйіне келсе, үйі суық тып-тыныш тұр. Ашса 5 баласы көмір жаққан, көмірден иістеніп ұйықтап қалған ғой, сол күйі тұрмайтын бұл. Бір түн жоқ. Қатын тоқта, алдырма деп арқаға барам дегенше, жолдас ырза болып отыр дейді. Операция сәтті өтті, ота керемет болды, енді тумайтын болдым деп айтады. Біз жақсы деген нәрсе жақсы бола бермейді. Біз жаман деген нәрсе жаман бола бермейді. Құдай берсе, қазақта сөз бар, қожаң берсе, қойның артық дейді. Сондай сөз бар да. Алла тағала сізге бере ма? Алыңыз. Ешқашан отказ бермеңіз. Құдай бір нәрсені бұйыртты ма? Бисмилля, сізге ешқашан жамандық келмейді. Ешқашан. Мысал айтайын, ең қарапайым дүниедегі мысал. Бір күні мен умраға келдім. Сөйтіп, умра жасайым деп ниетпенен кірсем, ихрамданып, астына қағбаға кіргізбейді ғой. Жоқ дейді, орын жоқ саған дейді. Мен ихрамдамын, мен кіргізсейді, жоқ. Жоғары шық дейді ғой. Шынымен шайтан азғырды ғой мені. Пәленше. Умра жасамай қойса, кет қойса барып, жатып, ұйықтап, ертең келсей, тынышта уақыт. Сосын ой келді. Мен умраға келдім ғой? Иә, келдім.
келгенде не болды? Жоғары шық деді. Иә. Жаман ба? Маған қазір жаман болып тұр. А мүмкін ішінде жақсылығы бар ма? Мүмкін бір жақсылық бола ма? Иә, жақсылық болады. Қандай да? Мен көбірек қадам жасаймын. Көбірек жасаған сайын Алла мен күнәмді төгеді. Онда Алла мені тазалағысы келген екен ғой. Азырақ емес, көбірек жүр деген екен ғой. Болды, мен ризамын дедім. Сөйтіп ананы бір-ақ айналдым, бар жоқ ше, үлкен жақты. Бір айналсам, тур екінші этаждан бірінші этажға үлкен жол ашылады да, бүйтіп түсе саласың ғой ары қарай, тур қағбаның жанына. Құптан бітті да, түстім. Түссем, ана жерде 3-ақ қатар адам қалады ғой. Бәрі шығып кетіп қалады ананың қағбаның жанынан ше. Қазір кірамай тұрған едім да. Енді не ақып кірдім дейсің ғой. Бұның бәрінде Алланың хикметі, бауырлар. Сізге Құдай не берсе де ше, еш қашан сізге жаман сияқты болып көрінеді ол. Бірақ еш қашан оны жаман деп ойламаңыз. Бұйыртты ма? Позитив ойлаңыз. Әрдайым Алла сізге бір нәрсені бұйыртса, еш қашан сізді кем қылмайды. Ол бірінші ереже. Екінші ереже. Сіз өзіңіз тілеген мүмкіншіліктер бар. Бірақ сол мүмкіншіліктің орнына басқа мүмкіншілік береді Алла тағала. Не істейміз? Ризашылықпен қабылдаймыз. Ал егер ол мүмкіншілік берілмесе ше мүмкін, сіз сұрадыңыз, бер дедіңіз, жоқ саған. Болды, жоқ, мүмкіншілік жоқ. Есіктің бәрі жабылды. Қуаныңыз. Өйткені истихара деген дұға бар, пайғамбарымыз үйреткен. Мағынасын айтайықшы. Аллахумма инни астахирука. Аллахым, мен мағынасын айтып берейік. Аллахым, мен сенен таңдау сұраймын. Яғни мен таңдамаймын да, саған беремін таңдауды дейді. Ва астақдирука би құдратик. Және сенің шексіз құдіретің менен сенен мүмкіншілік сұраймын дейді. Қарасаңызшы, қандай? Пайғамбарымыз Алладан мүмкіншілік сұрауды үйретіп қойған. Мен сенен мүмкіншілік сұраймын дейді, сенің құдіретіңнен. Өйткені Алланың мүмкіншілігі шексіз емес па? Маған анау нәрсе керек болып тұр да, соған мүмкіншілік ашып берші деп тұрмыз. Бірақ оның бәрін айтып болғасын, фаиннака та'лам ва ла а'лам. Бірақ сен білушісің дейді. Мен білмеймін. Ва тақдир ва ла ақдир. Сен құдіретің жетеді. Мен құдіретім жетпейді. Сонымен бітті ма? Жоқ. Оның ең маңызды жерін айтады. Аллахым дейді. Егер осы іс менің дініме, дүниеме, ақыретіме пайдалы болса, маған бұйырт. Және оң қылып бер, жеңіл қылып бер дейді. Ал егер маған дүниеме, ақыретіме ешқандай пайдасы болмаса, онда мені одан, оны менен қашық қыл дейді. Сонымен бітті ма? Жоқ. Бірақ қандай да болса да артынан жақсылық бер дейді. Қарасаңыз, сол дұғаның ішінде әрі сабақ бар. Біз үйренетін көптеген сабақтар тұр. Әрі ең қымбатты дұғаларыңыздың бірі тұр. Қандай сабақтар? Біріншіден, мүмкіншілікті Алладан сұрауымыз керек. Екіншіден, таңдаудың барлығын Аллаға табыстауды үйреніңіз. Сіз таңдауды Аллаға табыстауды үйренгенге дейін өмірден таяқты жегеніңіз. Өмірден түңіле бересіз. Сіз кейде ойлайсыз ғой, мен неғып қысылып кеттім, өмір неғып қысып тастады, неге бүйтсем андай, бүйтсем мындай. Сен сабақта коридорда оқиды екенсің онда. Өмір деген бұл мектеп қой. Ол коридорда оқуға болмайды оны. Өмір деген мектепті кәдімгі ішіне қатысу керек сабақтың. Сөйтіп барлық жерді көріп, зерттеп, көзді ашып, құлақты түріп отыру керек. Не болып жатыр? Не сезіп жатырмын? Не көріп жатырмын? Бәрін іздеңіз, бәрін байқаңыз. Байқамайсыз ба? Әшейін су сияқты, бөрене сияқты судан ағып бара жатсыз ба? Онда судан ағып бара жатқан бөре не болады? Бүкіл тасқа да, бүкіл мусорды да үстіне жинайды, тасқа да ұрылады. Түгі қамайды ғой, соғылып. Ол дұрыс ағуды үйренгенге дейін сондаймыз. Ендеше бірінші орында
мүмкіншілікті Құдайдан сұрап, мүмкіншілікті Құдайдан сұрауды үйрену керек. Екіншіден, Аллаға таңдауды беруді үйрену керек. Кәдімгідей соншалықты дәрежеде Аллаға таңдауды беруді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. 70 000 адам жәннатқа сұрақ жауапсыз кіреді дейді ғой бір сөзінде. Сол кезде бір сахаба айтады: "Уа Расулалла, мен де дұға қылшы, мен де солардан болайшы" дегенде, "Сен де солардансың" дейді. Екінші бір сахаба тұрып айтады: "Уа Расулалла, маған да дұға қылшы" десе, "Сенен ана озып кетті" дейді. Бірақ әңгіме озып кетуде емес. Соны тәпсіріндегі ғалымдарымыз айтады, ол сахаба негізі со 70 000 сұрақ жауапсыз кіретін адамдарға лайықты адам еді. Пайғамбардың сәл ғана дұғасы оны арғарай соған мүмкіншілік ашып берді дейді. Жәннатқа мүмкіншілік қайтадан. Бірақ ол мүмкіншілікті қайдан ашты дегенде бір адам сұрайды ғой: "Уа Расулалла, бізге сипатташы ол адамдарды. Енді олардың қатарында бола алмасақ та мүмкін соларға ұқсайық." Қандай адамдар олар? Жәннатқа кәдімгі сұрақ жауапсыз кіретін адамдар. Ойлаңызшы, жұрттардың таразылары, тіпті кейбір пайғамбарлардың өзі "Менің күнім не болады" деген күні сұрақ жауапсыз, ешқандай қайғысыз жәннатқа кіру деген не деген үлкен сұмдық, не деген есепсіз дәу дәреже бұл. Сонда соларды сипаттап беріп айтады. Олар дейді, ауырса еміздемейді дейді. Олар Раббыларына тәуекел етеді дейді. Соны тәпсірші ғалымдарымыз айтады. Еміздемейді дегенді кейбіреулер тіке қабылдайды ғой. Сөйтеді, ауырса да емделмейді, жата береді. Берсең жейм, ұрсаң өлем деп. Бірақ ондай емес қой. Өйткені пайғамбарымыз басқа саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадисінде Алла тағала барлық дертке шипа берді, дауаланыңдар деген. Яғни себебін жасау керек екенбіз ғой біз. Қалғаны содан. Бұл екі хадис қалай бір-біріне байлаймыз десе оңай. Бізден себеп Алла бере ма бермей ме өзі біледі. Өйткені араларыңызда дәрігер болса білетін шығарсыздар, дәрігерлік оқыған болса да білесіздер. Қандай мысалы дәрігер бойынша, дәрігер мынандай ауру тұр, оның емі міне мынау деген, мысалы бір қосу, бір тең, екі деген математика сияқты ереже жоқ. Неде? Медицинада. Мүмкін деген ереже бар. Бір қосу бір, мүмкін екі дейді. Алла оны бір қылама, үш қылама білмейміз. Мүмкін екі. Бұл медицинаның есебі. Өйткені бір дәрігер көзді, мысалы көз дәрігері 9 жыл медик болып оқиды. Тағы 2 жыл, 3 жыл ананы оқиды, интернатура оқиды, профессор, академик, науқ 30 жыл қызмет қылсыншы. Оның білмейтін көз ауруы әлі көп. Әлі емдей алмайды көп ауруды ше. Не болды сонда 30 жыл ғой пейнет десе? Бұл Алланыкі ғой, өйткені ол дәрігер мүмкіншілік жаратып бергенменен сол мүмкіншілікті беретін Алла ғой, дәрігер емес. Ендеше сіздің басыңыз ауырса, соны ауруды қойдыратын аналгин ішсеңіз, қоюы да мүмкін, қоймауы да мүмкін. Өйткені бас ауруыңыз басылуы да мүмкін, мүмкін сол аналгетик сізге мүлде зиянын жасауы да мүмкін, керек болса. Ендеше біз тәуекел етуді үйренуіміз керек екен. Жәннатқа сұрақ жауапсыз кіретін адамдардың мысалы осы жерде. Менің жоғардағы сауалым айтып атқан тақырыбыма да осы жер келеді. Яғни Алладан таңдау сұрай білу. Түсінесіз ба? Қаншалықты Алладан таңдау сұрай білу үшін сіздің жүрегіңіз Алла тағаламенен қаншалықты байланыс болу керегін. Мысалы айтайық, бір өте жақсы досыңыз болса ше, екеуіңіз қанша сапарлағансыз, не бір ыстық суықтарды өткен досыңыз болса, екеуіңіз мінезіңіз сұмдық білесіздер ғой, дұрыс па? Кейде көзіңізден танисыз ғой, қалауын білесіз ғой, не қалап тұрғаны, не айтайын деп тұрған, бір нәрсе уақиға тарс ете қалса, мен досым қазір мына жерде жылайды дейсіз.
күледі дейсіз. Мына жер теріс қарап күледі, бұрылады. Бәрін біліп тұрасыз да, ол сіз көріп келдігіңізден емес, ол сіздің тәжірибеңізден. Ол тек тәжірибе емес негізі, жанның жақындығы да. Сезесіз оны, қандай екенін. Сол үшін айтады ғой, психологтарда андай бір әдемі притча бар. Адамдар неге айқайласады дейді. Өйткені жүректері ұзақ болғаннан кейін айқайласады дейді. Адамдар неге сыбырлап сөйлейді, өйткені жүрегі жақын дейді. Бұл жай психология қарапайым сөз болған, біздің дінімізде де бар. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келе жатса, жұрттар дұға қылып жатыр, сапарлап бара жатса, Аллаху акбар, рахман, айқайлап кетіп бара жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой, уа халайық, сендердің раббыларың айқайлайтындай ұзақ емес, немесе құлағы керең емес. Ол сендердің қан тамырларыңнан да жақын. Қарасаңыз, яғни сізше ішіңізден ойыңызды біледі ғой Алла тағала. Тіпті ойыңызбен дұға қылсаңыз да жетеді Аллаға, негізі. Бірақ сізден қимыл талап болғаннан кейін ең кем қимылды ғалымдарымыз тілдің қимылы дейді дұғада. Іш емес. Ана тіл қимылдау керек екен ғой. Ал оны қазір психологияда айтады. Арманыңды дейді, ішіңнен айту дұрыс емес дейді. Тілмен айту керексің дейді. Оны 15 ғасыр бұрын айтып кеткен да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оны имам Абу Ханифа айтып кеткен. Намаздың ішінде жасырын оқылатын намазды дейді. Ең жасырын жері дейді, өзің естетін қылу дейді. Ең жасырын оқу өзің естетін қылу. Яғни ойлаңыз, көп адамдар жасырын намаз дегенде тілін қимылдатпай оқиды намазда. Болды. Бірақ негізі сіз намаздың ақысын бермедіңіз. Намазда, жасырын намазда өзіңіз естетін қылып оқуыңыз керек. Біліңіз. Мысалы, бір мысал болсын, енді әдейі бір-екі жан-жаққа не қылып отырып айтқым келгені ғой. Біздің Түркістанда баяғыда Қадыр қары деген қарекең өтіпті. Бір қызығын айтып беріп жатқан ғой. Сол енді имам болып намаз оқып тұрса, енді көпшілік адамға жақпайды ғой, біреулердің жаныңызда тұрып алып, біреу чіп-чіп деп оқып тұрған біреуге жақпайды ғой. Сонымен ашуланып та айтты, қареке, қареке, айтыңызшы депті. Осы мына адамдар пыш-пыш деп тұрады намазда. Не оқып, не қойғанын білмей қалам. Айтыңызшы, сол дұрыс па десе, қарекең айтты. Ойлаған ғой, мені жақтайды, анам бәрін ұрсып тастайды деген ғой. Қарекең айтты. Сіз сонда намазда жұрттың пыш-пыш деген естіп тұрасыз ба, жоқ, өзіңіз оқып тұрасыз ба деген екен. Яғни адам негізіше намазға кіргенде сондай сахабалар болған ғой, қолын, аяғын кестірген сахабалар болған, намаз оқып тұрған кезде. Аяғын кәдім кесіп тастаған кезде намазда тұрған сахабалар болған. Бұл деген сөз Аллаға жүрегінің жақындығы сонша, мына дүниеден ұмытып кетеді, шығып кетеді сыртқа. Соның бір кішкентай мысалын айтып кетейін, уақыттың тарлығынан, тез-тез айтып кетейін. Имам намаз оқиды, біз артынан тұрып ереміз, кейде үндемей қалады, біз ойымызды жинаймай қаламыз, Алламен байланысымыз ұзақ болып кетеді. Ал енді сол байланыстар туралы Ихия Улумуддин кітабында имам Ғаззали керемет сөз айтады. Ауыр сөз бірақ. Құранда дейді, Алла тағала «Ла тақрабу салаты ва антум сукара» дейді. Сендер дейді, мас болсаңдар дейді, намазға жақындамаңдар дейді. Бірақ оның себебін айтады. Хатта та'ламу ма тақулун. Өздерің айтқан нәрсені білмейінше дейді. Сөйтіп айтады, басыңа қайғы кесін бишара дейді. Сен дейді намаз оқып тұрғанда арақ ішпей-ақ не айтып, не қойып атқанын білмей тұрасың ғой дейді. Кейде көп адам сөйтеді ғой. Намазда тұрып, Аллаху акбар дегеннен кейін қараса уже рукуға барайын деп жатыр да. Ананың бәрін оқып тастаған ба сонда? Өзі түсінбей қалады. Немесе кейбіреулер оқып алады да, мен неше ракағатқа келдім дейді. Сен қаяқта жүрсің көке? Баяғыда Қожекең бір мешітке кесе, бір имекең намаз оқып тұрған ғой жұртқа. Қожекең әулие кісі болған ғой, Қожа Насыр. Бірден халық жамағатта тұрып, жік әй, жік деп ешкі қуға бастаған, жұрттың бәрі күлген ғой. Сөйтсе имам да шыдай алмай, Қожеке, намазымызды бұздыңыз ғой десе,
Қайықтан білейін, сіз енді қорадағы ешкілеріңіз кіргізе алмай жатқасын, мен де айдап жатқам ғой дейді. Сөйтсе, молдекең намазда тұрып алып, үйдегі қорадағы ешкісін ойлап тұр екен ғой. Ана кісіге сабақ бергені ғой. Ойыңды жинап тұрсай намазда, сен жұрттың намазын оқып тұрсың ғой. Өзіңнің намазың емес, тек қана артыңда ертең қияметте 60 адам етегінен ұстаса ше, біздің намаз не болды деп. Өйткені сіздің намазыңыз далаға кетсе, Құранда айтып тұр, сен намазға жолама дейді, мас болсаң дейді. Бұл аят үкімі жойылған аят, бірақ үкімі жойылса да ше, сондай хикмет бар. Кейбір аяттар Құранда қалады, айтылу қалады. Неге десе, бізге сабақ үшін қалады екен. Сол сабақтардың біреу имам Ғаззали айтады ғой, намазда бастан аяқ сен бүкіл әлемді ұмытуың керексің ғой дейді. Ал енді соның, ол енді хастардың хасы жетеді ғой оған. Бірақ тым болмағанда дейді, еш болмағанда, жай намазға келіп, осы тұрған кезіңде қыбылаға қарап, Аллаху Акбар деп қолыңды көтергенде еш болмағанда, еш нәрсе ойламашы дейді. Бұл ең кем жер екен, о кісінің айтқан. Осы сенің ең жасаған бір кішкентай қадамың болсын дейді. Бұл мәселені қозғағаным, Алла тағаламен байланысты үйреніңіз деп жатырмын. Осындай кішкентай қадамдар Алламен сізді байланыстырады. Алламен сізді байланыстыратын тағы бір нәрселер сауап амалдар. Алламен сізді байланыстыратындар зікір. Алламен сізді байланыстыратын пайдалы білім. Осындай Алланы зікір ететін орталықтар. Айтқым келген нүкте, құрметті бауырлар, мүмкіншілік. Алла тағала құдіреті шексіз зат. Бірақ біз бұл дүниеге келіп, сол мүмкіншіліктің артынан жүрген пенделерміз. Барлық ісімізде мүмкіншілік іздейміз. Қайтсек ананы істейміз, қайтсек мынаған жетем, қайтсем анаған жетем, қайтсем мынаны орындайым, ананы орындайым. Бірақ білесіз ба, құрметті бауырлар, сол мүмкіншілік кімнің қолында? Алланың қолында ғой. Сен қайдан іздеп жүрсің? Қаяқта лағып жүрсің, айтыңызшы. Енді осы сұрақ біздің қорытынды сұрақ. Мүмкіншілік іздеу сізде, менде, бәрімізде бар. Жақсы, қайдан іздеп жүрсің мүмкіншілікті? Менің бастығым қуып жіберсе, мен нансыз қалам десең, сенің құдайың бастық. Мен басқа, мысалы, мен дәрі іштім, сол дәрі маған шипа береді десе, сенің құдайың сол дәрі. Пайғамбарымыз айтады, қияметке жақын доллардың құлы деген сияқты мана, динардың құлы, күміс ақша, алтын ақшаның құлдары болады дейді. Дәл сол сияқты қазіргі кезде доллардың құлдары бар, мансаптың құлдары бар. Бірақ білесіз ба, оның барлығы іздеп жүргені солар маған мүмкіншілік берсе дейді. Бірақ айтыңызшы, мүмкіншілік солардың қолында ма? Мүмкіншілік олардың қолында жоқ. Олардың қолынан дым да келмейді. Бәлки бүкіл мүмкіншілік Алланың қолында. Ал соны мүмкіншілікті сұраудың ең әсем дұғасы истихара дұғасы. Ендеше осы Меккеден кетпей тұрып, сіздер тапсырма ертеңге шейін болса да истихара дұғасын жаттаңыздар. Жат білетіндер көбірек оқуды үйреніңіз. Алла тағала осы жерге қайтадан аман сау келуіңіз нәсіп етсін деп сұрап алыңыз. Өйткені бұл дұғада Алладан мүмкіншілік сұрай білу, онымен терең байланысуды үйрену бар. Терең байланысуда ана астындағы әдемі сөздер тұр. Аллахым, дүнием ақыретіме бәріне жақсы болса маған бер, жаман болса берме, бірақ қалайда жақсылық бер деген сұрақтардың әрбірін ойлана алсаңыз, Аллаға қалай сөйлеу керек, қандай арақашықтықты ұстау керекті сіз білесіз. Ал оның бәрінің ішіне кіргім келіп тұрған жоқ. Ол сіздің, не дейді, пища для ума дейді ғой. Бір ойланатын, осы дұғаны оқып қойып, соныменен бірнеше күн бойы ойланып жүретін бір сіздің жемісіңіз болсын деген келеді. Субханак Аллахум ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва таб. Я Аллахым, Раббым Аллахым,
дүниелік ақыреттік қандай да бір талап тілектеріміз болса қабыл ет. Құдіреті шексіз болған Раббым, бізге осындай мүмкіншілік бергеніңе шексіз мақтаулар болсын. Өзіңнің қағбаңның жанына бару, осындай киелі жерлерді зиярат ету. Раббым, Аллахым, тіпті қолымызды көтеріп өзіңе жалбарынуға да мүмкіншілік бергеніңе шексіз мақтаулар болсын. Раббым, Аллахым, бізге сұрамастан иман бердің. Ендеше біз сұрағанымызды, біз сұрайтын нәрсемізді ендеше сенің беруің хақ нәрсе. Біз сенен жәннатты сұраймыз. Раббым, Аллахым, сұрамай жәннаттың кілтін берген екенсің. Сол жәннатқа кіруге мүмкіншілікті бергейсің. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.